Меруерт Түсіпбаева ханымның YouTube каналының барша көрермендері, оқырмандары, сіздерді мынау келіп жеткен ең әдемі әсем мейрам аналар мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Көктем мерекесі құтты болсын. Көктемде әрбір әйел заты бір ерекше құлпырып, ерекше бір жайнап, бір ерекше нұрын шашатын сондай бір әдемі кезең. Олай болса, жаратқанның көзі түзу болып, ол қыздарыңыздың бақытын көріп, ана бақытын сүймегенге ана бақытын, тұрмысқа шықпағандардың бағы жанып, тұрмысқа шықсын деп тілеймін. Барша үкідей өсіп келе жатқан қыздарыңыз гүлдей жайнап, үміттеріңізді ақтай берсін. Әлемде барлық ана, барлық бала бақытты болсын. Аналар, біздердің жүзімізде күлкі болса, жүрегімізде мейірім болса, нұр болса, жылулық болса, жалпы әлем деген мына заман, мына өмір, мына тіршіліктің барлығы гүлдене түскендей, олай болса еш уақытта мойымаңыздар, барлығы сіздерде жақсы болсын. Әрқашанда алда болайық, абыройлы болайық, отбасымызға бақыт тілеймін. Барша аналарға Алладан амандық тілеймін. Мереке құтты болсын. Көп рахмет. Қарақат ханым, бала тәрбиелеп жатсыз, жүргізушісіз, әншісіз, өз мектебіңіз бар, жұбайсыз, келінсіз. Білмеймін, мен кейде ойлаймын, Қарақат барлығына қалай үлгереді? Мен Қарақаттың жанына нағыз жалқау, кер жалқаумын деп ойлаймын. Осы мен сияқты кер жалқауларға не айтасыз? Қалай үлгересіз? Бір құпияңызды ашсаңыз бүгін мерекелік күні. Негізі әр әншінің, әр адамзаттың өзінің өмірдегі алған бағыты болады, өзіне тән табиғаты болады, жаратылысы, болмысы, мінезі болады. Жаңағы айтып жатқан, сіз тізген барлық кәсіпте жүргеніміз рас. Енді ең бастысы бұл жерде әйел затын егер азаматынан қолдау таппаса, азаматының бір жанашырлығын сезінбесе, осы жаңа сіз айтып тізген барлық жұмыста әдемі болу, барлығына үлгеру, ол мүмкін емес деп айтар едім. Сондықтан да бірінші кезекте ол менің жан жарым қыдекемнің қолдауы, менің әрбір бастамама қолдап отырады, демеп отырады, жанашырлық танытып отырады. Ол деген ғажап қой. Сондықтан да, және де халықтың батасы, үлкендердің тілегі, елдің батасымен өніп өсіп көгеріп келеміз. Олай болса, Аллаға шүкіршілік етем. Айтады ғой, мынау жас кезіңде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер деп, қолымызда күш қуат барда, ең басты соны істегіміз келетін тілегіміз барда, ішкі әлеміміз соны қалап тұрса, жасайтын, өзіңнің әрбір жасаған дүниеңнен ләззат тауып жүрсең, рахаттанып жүрсең, неге жасамасқа? Бұл біріне бірі мүлдем алыс сала емес, барлығы бір үлкен өнер деген қазан, сол қазанда қайнап келеміз, бір терінің пұшпағын елеп жүрміз дегендей. Сондықтан да жасасын өнер, өнердің құдіреті шығар, халықтың ыстық ықыласы, қошеметі бізге шабыт береді, күш береді, қуат береді. Сондықтан да аман болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сәттілік сізге, Қарақат ханым. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Ал Меруерт ханым, құтты болсын, YouTube каналыңыз ашылған екен. Сіздің көрермендеріңізді, тыңдармандарыңызды келе жатқан міне халықаралық әйелдер күнін, мынау ақжаулықты аналарымыз бар, қыз-келіншектеріміз бар, сіңлілеріміз бар, баршаңызды көктемнің алғашқы мерекесімен құттықтаймын. Әйел бақытын, ана бақытын, әже бақытын көруді нәсіп етсін барша қыз-келіншек аналарымызға. Отбасымызда тек жақсылық болсын, барлық дұға тілектеріміз қабыл болып, әрине сіздің тыңдармандарыңыз, біздің тыңдармандарымыз, біздің өнерімізбен тәнті болып, жүректеріне жетіп жатса, әрине біз үшін ол үлкен бақыт. Құтты болсын мереке. Рахмет, Алтынай ханым, әйел бақыты деп қалдыңыз. Әйел бақыты сіз үшін? Ана бақыты, әсіресе әрбір әйел заты ана бақытын сезіну керек, әйел бақытын сезіну керек. Сол себепті мен ойлаймын, егер сен бір адам үшін керек болсаң, сол әйел бақыты. Көп рахмет сізге. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Айгүл ханым, менен бір сұрақ қойып еді бір журналистер. Сіз қалай ойлайсыз, Евровидениеға кім бара алады Қазақстаннан деп? Сол кезде мен Айгүл Қосанова ғана бара алады Евровидениеге, және шынында да біздің қазақтың өнерін көрсетіп, таң қалдыра алады. Қазақтың кәдімгі өзіміздің ұлттық өнерімізді көрсете алатын Айгүл ғана деп айтқан болатымын. Сол үшін менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Сіз осы біздің әдемі келіншектерді, қыздарды, сіңлілерімізді құттықтап жіберсеңіз. Сіздерді көктемнің тамаша мерекесі, аналар күнімен, әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы бір өте тамаша уақытта алғаш
болатын мерекедегі біздің аналарымызға, апаларымызға, құрбыларымызға, замандастарымызға, тіпті кішкентай сіңлілерімізге барлық сұлулықты, әдемілікті тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Ең бастысы осындай көктемнің құлпырған күндерінде сіздер де жайнап жүре беріңіздер дегім келеді. Меруерт ханымға жаңағындай үлкен маған деген сенім артып, осындай үлкен халық артады сенімді. үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Мені бір көкке көтеріп тастадыңыз. Жоқ, шынында да Мен солай. үшін бұл үлкен баға, мен үшін үлкен бір жауапкершілік. Әрине мен оған сіздің ниетіңізбен, сізден сұраған достарыңыздың, журналистердің пікірімен санасып, санасқанның өзінде де мен енді оған жасым да келмейді. Сондықтан да бірақ дегенмен де шексіз алғысымды білдіремін осындай үміт артқандарыңызға, осындай менің өнеріме деген үлкен шексіз махаббат білдіргендеріңізге көп рахмет айтамын. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын, Айгүл ханым. Көп рахмет. Гүлнұр ханым, құрмет орденіңіз құтты болсын. Рахмет. Енді жуарсыз әлі. Обязательно. Жыл бойы жуа береміз. Келе жатқан 8 наурыз мерекесімен менің YouTube каналымның оқырмандарын, тыңдармандарын құттықтап, бір өз лебізіңізді жолдасаңыз. Көп рахмет. Біріншіден барлығыңызға сәлем, және де Меруерттің YouTube каналының оқырмандары сіздерді келе жатқан, әсіресе осы YouTube каналда отыратын өзіміздің, қыз келіншектер, ару аналар, апалар, әжелер, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Меруерттің YouTube каналынан қыз келіншектерге, ару аналарға арналған керемет дүниелерді көре беріңіздер. Соның куәсі бола беріңіздер. Барлық жақсы жаңалықтармен бөліседі деп ойлаймын. Тек қана жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Мереке құтты болсын. Жайнап құтты болсын. Армысыздар, қадірлі менің YouTube каналымның көрермендері. Мен сіздерді жақсы көремін. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Мына әдемі мерекеге қатысты айтылған аппақ тілектер, жұлдыздардың, менің әріптестерімнің ниеттері қабыл болсын, сіздерге жұғысты болсын. Барлық әйелдерді, сіңіллерімді, әпкелерімді, аналарымызды әдемі көктемнің мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді жақсы көреміз. Мереке құтты болсын!